Ассалаумағалейкум қазақ елі. Алматы кәсіподақтар орталығы, Алматы кәсіподақтар бірлестігі, ақын, жазушы, Қазақстанның мемлекеттік гимнінің тең авторы Жұмекен Нәжімеденовтің туған күніне арналған жырда жазған, кенде қазған Жұмекен атты әдеби флешмоб эстафетасын еңселі елордамыз Нұр-Сұлтан қаласынан үлкен қуанышпен қабыл алды. Алматы бұл Жұмекеннің ең қызықты уақыттары, жастық кезі. Студенттік шағымен қатар алғашқы жұмыс басталған өмір жолындағы үлкен маңызы бар шаһар болып табылады. Жатыр жақпар қарағайды аралайды желескен, жапырақтар сыбдыр кеңескен, тау сулары таусамалды сыңсып тұрып ағады, қыз толқындары бірін-бірі шымшып күліп барады. Айдалада ақбөз мінген алатау бірақ батыр, айналада тал қайындар сапта тұр. Қызыл гүлдер үзілдірдер, баяулы жел баяулы, қызыл гүлдер, ұйқыдама, ояума. Бар табиғат, бір тіршілік баяғы. Тартадырлап, тамырдан нәр, шіркін шыбық баяғы. Тастың өзі нұр шашады, бүгіндағы кешеде, біздің мынау Алматыда күн жайлаған көшеде. Тас балқытқан талма түсте, балық сыймын күнге ұқсап, қызуынан алма пісті. Айқасқанда мың құшақ, трамваймен жүре алмаймын, жаяулаймын көп қызықты қапылыста алмайынша өткізіп. Жұлдыз көрмей күндіз көрдім, күндіз көрем, әрине, түнде көрсем үндемесем түсім ғой деп бәрі де. Жүз толқындар бірін-бірі тұншып тұрып ағады, қыз толқындар бірін-бірі шымшып күліп барады. Міне біздің Алматы осы, алма төсі бұл тиіп, алма төске жас бұтының саусақтары тор тиіп. Жүрші жаным, қыдырайық, не қыласың жалғыз қап, Алатаудың ақ қарнан әперейін балмұздақ. Біз ел болашағы жастар сіздің, менің елім, менің жерім, гүлім болып, егілімін, жырым болып, төгілемін елім, туған жер менің Қазақстаным. Осы өлең жолдары, еліміздің гимні бізге үлкен күш қуат беріп, елге жерге деген патриоттық сезім сыйлайды. Осындай өшпес із қалдырғаныңыз үшін үлкен рахмет. Ал енді біздің әдеби флешмоб эстафетасын Сарыарқаның төсінде орналасқан Ақмола облысына жолдаймыз. Ақмола!